жалпы тек қана Қазақстан емес, жалпы әлемге танымалдылығы, әлемде ол батыр бола жүріп, кеңестер одағынан батыр атағын алмауының өзі Бауыржанның мәртебесін одан да көтеріп, аспанға көтеріп болғаны рас. Сондықтан Бауыржан атамыздың аты аталған кезде, Бауыржан Момышұлы деген кезде, біздер соғысының атынан марапат алған кезде, кәдімгідей жүрегің қуана ма, бір тебіренесің бе? Өйткені Бауыржан Момышұлы біздер үшін ол аспандағы ай, Махамбет Исатайлармен, Қалымбай Бөгенбайлармен аты бірге аталатын үлкен батыр. Сондықтан да біздердің және Ұлытау тобының осы рухани әлемде, рухани кеңістік, мәдени кеңістік деген дүниенің майданында жүрген Ұлытау тобымен бірге бүгін сол марапатты алып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Ұлытау тобының еңбегін міне 25 жыл қасында келе жатыр жігіттер. Оның алдында 3 жыл Ұлытау тобын жасап, 30 жылдай бірге келе жатқан бауырларыма әрқайсысын құшақта тұрып, әселеуге жалғыздығымыз бар отамызда, красавицамыз. Ұлытау тобын бір орыннан көтеріп, дұрыстап, бір қол соғып, астын сызып қойса.